16 сәуір дүниежүзілік ескерткіш күні. Біздің ауданымызда барлық ауылдық мекендерде ескерткіштер орналған. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ауданымыздың оқиғасын осы ескерткіштерден көруге болады. Бұл біздің рухани байлығымыз. Әрқашанда ауданымыздың тарихы, осы ескерткіштердің орнын алып отырған бәрі өте маңызды. Сондықтан да біз ескерткіштерге өте маңызды көңіл аударамыз. Ұқыпты қарап, ертең біз ұрпағымызға осындай құндылығымызды жеткізу үшін біраз жұмыстар істеп, осы ескерткіштің оқиғаларын айтып, ауданымызда оқиға тарихларын айтып жүреміз. Дүниежүзілік ескерткіш күні құтты болсын. Әрқашанда елімізде осындай ескерткіштер болып, біздің болған оқиғамызды, қандай қиын жағдайлар болған, сондықтан біздің еліміздің болашағы жарқынды жақсы болу үшін біз болған оқиғаларды ұмытпай, осы мұраны болашақ ұрпағымызға жеткізіп отыру біздің міндетіміз деп ойлаймын.